Қазақстан екінші қабылға келді. Бұл бабаларымыз 8-9 ғасырларда қазақ даласына алғаш ислам дінін әкелуші болған. Bir жерде жатыр екен ғой екеуі? Bir жерде жатыр. Әкесі. Ja, бұл табиғинді көрген кісілер бұл. ішім күйіп баратыр да. Халыққа біз дінді дұрыс жеткізе алмай жатқан себебінен неше түрлі нәрселер орын алып жатыр. Өздерін мұсылман санайды, бірақ дұрыс емес нәрсе көп істеліп жатыр біздің елде ше. Сафа Марва деген төбеде 7 рет жүру керек. Ана жерге қажып келген адам не істейді енді? Осыны 7 рет айналып болды ма? Шілпаяқтай айналмайды. Не істейді? Қалай жасайды? Аллаға тәубе, Аллаға құлшылық жасайды. Екеуміз бауырымыз ғой. Мысалы үшін сен білмеген нәрсе мен біліп қалуым мүмкін. Мен білмеген сен біліп қалуың мүмкін. Жалаңбай сұрамай яғындаймын. Сұртқа тарихи уағыз айтатын да. Күніге не проблема бар бұлар? Аудиенің басына жалаңбай сұрамай келуге болмайды ғой. Ақсақал батыр ауырып қалды дейді. Кәдімгі төсек тартып жатып қалды дейді. Ел нете бастады дейді андай. Уайымдай бастады дейді. Сол кезде қу басқа қарайтын кісі бар ғой. Атты баптайтын кісі. Дың ете қалады да. Батыр аға, жақында тағы жорыққа шығасыз-ау. Ана қу басы өз-өзін суытып тұр. Деген кезде деп ана Қабанбай қозғалып, ақыр содан тұрып тағы бір жорыққа барып кетті дейді ғой. Тағы бір соғысқа барып кетті дейді ғой. Ол кісінің соғысқа барғанда жекпе-жек болып кісін келді. Майдалап отырмайды барады да жекпе-жек. Бәйбішесіне түске ет сақ қой дейді да. Қазір барып келейін жекпе-жекке барып келейін. Ой, ол кісілер. Айтпақшы Қабанбайдың тағы тарихы бар. Сіздер білсеңіздерді айтайын. Мына кімнен шығып кетті ғой? Төле би бабамыз Түркістанға барыпты. Сөйтсе бір үйге қонған ғой енді. Әрбір үйдің бір кішкентай ғана қызы тілі тәтті болды ма екен, бір ісі тәтті болды ма екен. Төле би бабамызға қатты ұнап қалған ғой. Кішкентай қыз. Ай қызым қолын жай деп Төле би бабам. Қызым қолын жайсап Төле би бабам соған батасын беріпті де. Осы әңгіме тарап анау Алакөлде жатқан Қабанбайға жетеді ғой. Ана кісі қу басына міне салып Түркістанға келіп кіміне түсті қонаққа. Сенің кіміне түсті? Мына үйге түскен екен ғой. Сіздің қызыңызға ма бата берген? Қанша қалмасайсыз? Менің бір балама келін алып бересіз. Деп айтты дейді ғой. Төле би бабамыз бата берген. Сол заманда бата беру деген кім көрінгенге бүйтіп бата бере береміз деген ғой. Төле би бабамыз өзі неменше андай? Шабытмен. Өз шабытмен берген. Ол ойында ол басқаша болатынын білген ғой сол заманда. Қасиетін байқаған ғой. Сөйтіп бір баласына келін қылып алды дейді. Кішкентай қыз ғой. Баласына ма, немересіне ме алған шығармыз? Бұл жер мынау Бәйдібек ауданында Ақмешіт деген ауыл. Ауыл деп айтамыз ғой, бірақ осы жерде Ақмешіт үңгірдеп кеткенше жанында Ақмешіт ауылы бар. Бұл соның құрметіне немесе сол бұның құрметіне аталып кеткен екеуінің аты бір. Адамдар жан-жақтан ағылып келіп жатады. Бірақ тарихтарының бірінде бұл жерде кезінде біздің аталарымыз жорық заманында 10 мың деді ма? Осының ішінде түнеп осы жерде жамағат болып таң намазын оқыған дейді. Бірақ бір қызығы кеше Үкаша атада болдық қой. Сол Үкаша атаны дәріптейтін адамдар мысалы үшін солардың өздері айтады. Оны намаз үстінде өлтірген екен деген сөздің өзі бар ғой. Ол намаз оқып дінді таратқан деп айтады. Бірақ сол кісілер кейде дінге қарсы шығып кетеді да. Біздің атамыз дейтіндердің өзі атамыз намаз үстінде оны өлтірген деп айтады ғой. Ол дінді жайған деп. Бірақ сол дінге кейде көзқарастар дұрыс болмай қалып жатады да. Бұл жерде де сол
Біздің естуіміз сол енді бұл жерде аталарымыз кезінде намаз оқыған деп айтады. мына бір қазір мен көрдім ғой бүйтіп қарапшы. Yalan bir yerdiniz var. Бірінші көріп тұрсыз ғой. Иә бірінші рет көрдім. Мына бір Bassanız. көтерілсем бір аватар киносы бар ғой. Міне аватар киносы тура сол ғой мынау. Мына бір әдемілеп тұрып түсірсем мынау қаншама турист келеді мына жерге ше. бір құсының Потом Димаш Кудайбергенге рет сөйлеседі бұл. Рет сөйлеген А, сөйтіп. А біз бұны былай өтірік діни бір мекен нысан қылып қойған да бұны. Мына негізі туристерге, шетелдіктерге арнаса кәдімгі. Астына түскенде көресіз кәдімгі ауыл секілді су ағып жатқан жерлер керемет еді. Бастан. Bassanız. Сөз едіңізші мына жерде. Бірінші эмоцияңыз. Джеймс Кэмерон көрсем мен айтады ғой мен кино түсіру керек дейді. Aslında Besincan alışında istеген bölge Nursultan Nazarbayev келетін болды да. Ол кісінің адамы түсінбейді, түсінбейді деді да. Сол осыны істеді. Жайлы болсын деді енді ол. Анау Патша есік ғой. иә. Бұрын негізі біз бала күнімізде осы ауылдан болғаннан кейін қожалықтар келеміз да. Олармен сыммен түсетіміз. Ол кезде ашынада сым болса шестерок сым. Нет, сым бар ғой бәрі. Сыммен тегіп түсеміз. Тастармен бүйтіп хат жазып кетеміз ғой. Есіңіз біледі? Мейрамбек. Мейрамбек деген осы Ақмешіт ауылының имамы жас кезінде темірмен түсіп жүрген ғой. Тас сыммен. Еще мына иістер. Қараға. Бала күнімізде де сыммен түсетіміз не жүре. Қожалықтар келеміз де кезінде. Мына сыммен түсеміз. Мынау тұт иә тұт. Çek bu lan. Жеуге бола ма? Ne diyorsun? Рұқсат сұрап алайық. Назарбаев келді ма сонымен? Niye bak? Келмеді иә? Boşça bedavadan kim bu halini teyze gitti. Şurada yaptım ya. Ben de kısa zarar yok lan. Байқаңыз да. Kalış gitti. Мынау кәдімгі аватардағыдай құстардың дауысы шығады ғой бұл жерде. Var ya. Elimi de çıkartar gibi. Мынау. Неге далада құстарлар үсіп кетті бізде. Бізде осы маңайда тұрамыз ғой. Біз жақта тұттар үсіп кетті. Мынау үсімепті ше. Бұл енді табиғи бір неде қорған ұстап тұр ғой. Bir de kısa zaman bir tempo dalabat болады деп айтады ғой. Қар түсетін шығар бұл жақта. Çok sen çok çıkıyor. Ya. Aja. Aja bunun para çıkıp var. Керемет мына жер. Қауіпсіздік каскасын киіп алды. Опа, каска бізде жоқ енді. Иә. Каска болған негізі мына жерде иә? Кезінде. Kaçık duradım böyle. Енді біреуге керек болған шығар енді. Біз келгенде мұнша көп жасын жоқ еді, аз еді. Мына не құстар мынау? Кептар, торғай, шылшы. Әртүрлі. Мына қара торғай да бар екен мына. Маған шетелде болған кезде мына баяғыда бизнес айналдырып билет сатып кәдімгідей болып мемлекетке салық түсіріп әдемі түсіріп ғой Малайзияда осындай өңірлер көп барғанбыз. Кәдімгі өздерінің туристік жері. Жаңғырық. Жоқ, былай. Ол жаңғырық. Бар екен азғындай теңдер ғой. Әр жерден су тамшылап тұрады. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة القائمة أتي محمد وسيلة الخليل وآله وصحبه وبعد وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف мына көлсайда бізде қазір қазақстанға келіп жатқан адамдар көп көлсайға там алматының қасына бао медеу соған ғана барады ғой а мынандай жерді мысалы білмейді көп адам. Олар бұл жерді бір туристический мынандай керемет деп ойламайды. Бұл жерде анау тек діни көзқарастағы нәрсе қойғанында дейді. Сосын берген басына іс түскендер келіп жатады да дейді. Жол іздеп шығатын. А былай жалпы турист болып келген адамдар бұл жерге келе бермейді ғой. Біз сияқты мысалы туризм бойынша келіп отырмыз. Керемет қой мысалы мына білмеймін мынаның ішінде кино түсіруге де болады. Мына жер қарасаң орманның секілді да, мына жағы тау секілді. О, ар жағы бар, ар жағы. Тағы ішіне қарай келеді. қаладағы оқушыларды алып келіп тарих пәнінің мұғалімдері шығар келіп біздің қазақ даласында осындай да керемет жер бар деп көрсетуге оқушыларды әкеліп жатыр екен да. Бірақ енді сол оқушылар қазақтың әдемі жерін табиғатын көруге келген кезде мына жердегі отырған адамдар оларға бұл жерді діни форматта таныстырып жүретін болса қалай болады сонда? енді ол мысалға да бұған дінге бұл жерде не қатысы? жаңа 10 мың дедіңіздер ме? 10 мың адам мысалы мына жерде намаз оқып таң намазын оқыған деген әрбір қазаққа айтылатын болса бұл рух көтеріледі ғой. Жауға қарсы болған болмаса жаңағыны жоқ жаңа бір құран оқитын жер сияқты қылып жібереді да. иә сол бізде мына ананы сол үшін істеген сияқты ғой. мына пайғамбар саллаллаху керемет хадистерінің біреуінде бүйтіп айтады сондай бір уақыттар келеді дейді адамдар жаратылысқа таңданып жаратушыны ұмытып кетеді дейді. мына келгеннен бері ой деп жатырмыз да бірақ алла қалай жаратқан керемет деп айтпайды екенбіз да андай. мынау алланың не ғой любой мемлекетте не бар ғой институт ұлттық сананы оятатын институттар бар да. Мысалы жаңағы Индияда Болливуд, Америкада Голливуд, өйткені олардың американецтердің енді әр жерден жиналып құралған штат қой. Олардың бір түпкі негізі жоқ та. Бізде Қазақстанда түпкі негізіміз бар ғой. Қазақ тарихымыз бар. Бәрі ру, жаңағы жүз бәрі бар. Бізде негіз бар. Бізде мысалы Троя, Гладиатор, тағында анау Криста Спартан кинолар шыққан. Ахиллес сияқты өздерінің ойбай керемет мықты жауынгер етіп көрсетіп қойған да. Дүние жүзіне оны білдіріп қойған. Қазір любой адамнан ұста оның бәрі көрген ана фильм. А бізде мысалы анау 600 сарбаз жоңғарлақ орбұлақ шайқасы мысалы 600 сарбаз қанша 50 мың әскерді тоқтатып қойған да мысалы. Кімдер жалаңтөстер келгенше дұрыс па? Тоқтатып қойғанда 10 мыңнан асасын да өлтірген сол жерде. Бұл туралы мысалы осылай бір нелерді мынандай сияқты нысандарды тауып түсірсе фильмді қазақтың даласында мен ойлаймын керемет бір аватардан кем түспес мынау. Оны біздің даже режиссерлар білмеуі мүмкін мына жерде. Тастардың қаланғандарын қарасаңшы. Қатпар. Мына біздің бабаларымыз көрген, біз көріп отырмыз әлі біздің қанша ұрпақтарымыз көреді ғой иншалла. Төбеден тамшылап тұр екен. Су ішеді. Мына үңгірдің қақпасы. Вау.
мына тастар қақпа басынан құлаған ғой мынаның бәрі. Мына жерде тастарды осылай әр адам жинап кескен. Тастар өткір. Кәдімгі өткір. Ана. Қандай қазақ. О, аттарын жазып кетеді әйтеуір. Неше түрлі люблю жүрек салып. Міне. Осы жерлерге әдемілеп бір кино түсірсе ғой мына. Қанша. Бұны адамдар алғанда осы жерде әулие санап, осы жерге келіп жаңағы дінмен байланыстырып жіберіп, адамдарды алдайды екен. Негізі бұл кәдімгі географиялық, тарихи маңызы бар керемет жер ғой. Сұрақ қойыншы. Өз анау сұрақ қойған бір жақсы өзіңді біліп алады екенсің кейін. Бірінші сұрақ. Жапония қазіргі кез келген жапондық қанша жылға дейін өзінің тарихын оқи алады? Өзінің тарихы дегенде, мынанша жылға дейін сол кездегі жазылған әріпті дәл қазір жүрген жапондық оқи алады. Қанша жылға дейін оқи алады? Қанша жылдық тарихын десеңші. Иә, қанша жылдық тарихын оқи алады қазір. Мысалға бір жапон жүргіз, 1,5 мың жыл. бір кітап түсіп қалды, 500 жыл бұрын жазылған екен. Қазіргі жапон оқи ала ма, оқи алмай ма? Оқи алады. Сол қанша жылға дейін оқи алады ары қарай? Мен білмеймін, точно бір 2-3 ғасыр шығар. 1000 жылға дейін оқи алады. Әрпі өзгеріп кетпесе. 1000 жылға дейін әріп өзгермеген жапондықтардың. Ал Қытай қанша жылға дейін оқи алады? 3000 жылға дейін оқи алады. Мысалға да. Ал қазақ қанша жылға дейін оқи алады? Біз қазір 100 жыл. 100 ақша. Өйткені шатаспасам 1923-тен 33-ке дейін латын қылды ғой деймін. Иә. 33-тен бері кириллицамен келе жатырмыз. Сонда қазір кириллицамен келе жатқан адам латынында оқиын десе, латын 10 жылда бізде елде, осы елде. Ары қарай оған дейін қай әріп болды бізде? Төте жол, Шағатай. Арабтың әрпі ғой, бірақ төте жол. Мен таңғалғаным мынау қасеге. Бір қазақ кісі, анау Бұхарадағы бір өзбек кісіге хат жазатын болса, немесе Татардағы пәленше деген бір кісіге хат жазатын болса, ассалаумағалейкум, мен пәленше түгенше Бәйдібек ауданы Ақмешіт ауылында тұрамын. Бұйырса, келесі жылы сәуір айында осы жерде сізді қонаққа шақырамын деген хат кетті ғой, қай әріппен жазылады? Төте жазумен жазылады. Төте жазу деген харекет жоқ. Төте жазумен жазылады. Сол хатты, осы хат татардың қолына түссе татарша оқитын болған, өзбектің қолына түссе өзбекше оқитын болған, түріктің қолына түссе түрікше оқитын болған, қырғыздың қолына түссе қырғызша оқитын болған. Біздің бабаларымыз осылай бір-бірімен тілдескен. Енді қазіргі біздің жастар ағылшында оқып жатыр, Құдайға шүкір, орыс тілінде оқып жатыр. Бірақ қанша білім алсаң да 200 жыл бұрын дәл өзінің атасы ұрпақтарына аманат жазып кеткен нәрсесін әкеп берсең оқи алмайды да. Өйткені ол қай әріпте ол? Шағатай. Шағатай. Төте жазу әріпінде. Оқи алмайды. Сөйтсек, не үшін тілді ауыстырған енді түсіндік қой, әріпті не үшін ауыстырды?
ана орта жолдарда ше. Тарих тоқталып. Ал енді қара міне қазір бүйтеді. Мынау не мынау? Үңгір. Не бар мына жерде? Білмеймін, 10 мың әскер намаз оқыған. Не бұл бамдаттан басқа намаз оқымайтын әскер не нағып жүр мына жерде. Қаяққа кетіп бара жатыр? Қайдан келе жатыр? Бізде не жоқ? Информация жоқ. Ешқандай Ақпарат. толық мағлұмат жоқ. Содан кейін келеміз де біреуміз әулие мекен қыламыз, біреуміз басқа қыламыз, ана боламыз, мынау боламыз. Өйткені дұрыс не жоқ бізде? Өткен тарихымыздан қалдырып жазып кеткен нәрсе де жоқ, оны оқитын да, оны басқа. Ендігі біздің осы жүрген адамдардың шаруасы барынша дұрыс ақпаратты біліп, кейінгі ұрпаққа шатастырмай, әлбәлеге ұрындырмай, дұрыс ақпаратпен ұрпаққа беріп кету керек қой. Қай жер болса да ше, үңгірі бола ма, басқасы бола ма деген сияқты ше, анау. Жаңағы әулиелі жер бола ма деген сияқты дұрыс ақпарат беріп кетуіміз керекпіз ғой. Өйткені бізден кейінгілер айтады, сол кезде ата-бабаларымыз немеге дұрыс толық ақпарат беріп. Мысалы мен өзім аталарымыз дұрыс ақпарат неге беріп кетпеген деп ренжи алмаймын. Өйткені мен білем, олар соғыс көрді. Дүниежүзілік соғысына қатысты, Ұлы Отан соғысына қатысты, репрессияға да қатысты, ашаршылыққа да қатысты, ана геноцид бәлеге де қатысты. Олар аман қалғанына шүкіршілік айтамыз, ренжи алмайсың ше оларға. Ал енді біз тоқшылық заманда отырып, кейінгі ұрпаққа ең болмаса дұрыс ақпарат беріп қалдырудың несін жасап кетуіміз керек қой енді. Шамамыз жеткенше ше. Дұрыс айта алдым ба, айтамын. Мына жерден бір аватар шықты, жай жүрсіңдер ме? Бір дәу көзбен шықты, жай жүрсіңдер ме жігіттер? Десемді. Сізді іздеп кел, ака дейді. О, дәретін болса айтасың. Бірінші болып шығып кететін шығармыз мына жерден. Дәретін болса айтасың.